Сәлем достар, мен бүгін яғни сіздерге интернет арқылы осы 2020 жылғы, яғни өте керемет интернетпен ақша табатын бір сайтты ұсынғым келіп отыр. Ол сайт өте керемет, мен осы біраз уақыт болды сонымен жұмыс жасап жатқаныма. Ол сайттың ссылкасы төменде осы описанияда қалдырып кететін боламын. Осы видеоның астында ссылка тұр, көп көмек болып соған кіресіздер, яғни сол ссылкаға кіріп басып сайтқа өтесіздер. Сол сайтқа өткенде міне мынандай болып шығады сіздерге. Сол сайтқа кіргенде міне осылай шығады: заработать на выполнение задания деп шығады. Одан кейін сіздер төменге сәл жүрсеңіздер, міне начать заработать деп тұрады. Соған басасыздар. Басқаннан кейін міне осылай шығады: вход, регистрация деп шығады. Сіздер входтан былай регистрация деген басасыздар. Регистрация кіргеннен кейін міне сіздерге мынандай шығады: email, логин, пароль. Одан кейін осылай сұрайды сіздерден. Email деген жерге өзіңіздің соткаңыздағы аккаунтыңыз, яғни email, Gmail аккаунттарыңыз жазасыздар. Және де пароль міндетті түрде білулеріңіз керек. Пароль болмаса сіздер кіре алмайсыздар. Сол аккаунттарыңыздың, яғни соның пароль болу керек. Міндетті түрде ұмытпасаңыз, соның паролін мына жерге жазасыздар. Email'дың астында логин деп тұр, қазір айтам. Email'дың астында логин деп тұр. Логин деген жерге кез келген, мысалы өзіңіздің атыңыз жазып, және бір цифра санды жазсаңыз да болады. Сол өзіңіздің логиніңіз кез келген бір жазсаңыз болады. Өзіңіздің атыңыз болсын, ағылшынша солай бір жазасыз бірдеңе осы жерге. Одан кейін пароль деген жерге email'ыңыздың, яғни парольін ұмытпасаңыз, сол пароль жазасыз. Сосын пароліңізді міндетті түрде қателеспей жазыңыз. Себебі мына жерде қателессеңіз болмай қалуы мүмкін да жаңағыдай. Сол себепті email'ыңыздың паролін білсеңіз, паролін жазасыз. Одан кейін повторить пароль деп тұрады. Сол жерге тағы да сол парольді қайталап жазасыз. Одан кейін мына код с картинка деп тұр астында. Сол жерге міне астында мынандай бір картинка обновиттің және де міне нелер тұр ғой, цифралар тұр ғой. Сондай цифралар өзі шығаратын болады осы жерде. Әртүрлі осындай. Сол жерге міне осылай мысалы 401.86 деп цифра шықса, сіз мына код с картинка деген жерге сол цифраны жазасыз, қателеспей. Не цифра тұр, соны жазасыз. Сөйтесіз да регистрация деген басасыз. Регистрацияны басқаннан кейін все, одан кейін мына вход дегенге кіресіз. Входқа кіргеннен кейін жаңа сізден нені сұрайды, яғни логиніңіз сұрайды. Жаңа сіз осы регистрацияда ашқан логиніңіз жазасыз да, и астына email пароліңіз жазасыз. Email пароль ма? Ұмытып тұрмын қазір. Сол бір пароліңіз жазасыз. Пароль жазғаннан кейін не шығады? Или сізге пароль бере ма, сондай жаңа email аккаунтыңыз. Email аккаунтыңызға пароль барады, по идее. Соткаңыздағы Gmail, email дегенге кіріп, аккаунтыңызға сообщение келеді. Немесе осы email аккаунтыңыз жазасыздар. Мен енді нақты білмей тұрмын. Мүмкін екеуінде жазып көріңіздер. Email аккаунтыңыз жазып көріңіз. Логиннің жаңа входқа кіргенде логин пароль деп тұрады. Сол жерге сөйтіп жазып көрсеңіз болады. Email аккаунтыңыз болмаса, неңіз жазыңыз жаңағы. Email аккаунтыңызға осы Instagram 777 деген сайттан келген, яғни бір пароль келуі мүмкін. Сол пароль жазыңыз. Жазғаннан кейін регистрацияны басқаннан кейін болды. Одан кейін входқа кіріп, жаңағы email логиніңіз жазасыз, яғни логин деп тұрады. Логин жазасыз. Сосын жаңа пароліңіз жазасыз. Содан кейін мына код с картинка деп ол жерде де шығады, яғни бір картинка шығады, жаңағыдай картинка деп ғой, яғни бір сандар шығады осындай. Сол сандарды жазасыз, көрсетілген санды. Одан кейін вход деп кіресіз. Кіргеннен кейін міне мынандай болады. Сайтқа кіргеннен кейін міне осылай шығады сіздерге де. Осындай бет шығады. Яғни міне сіздер мына заработать деп тұрады, соны басасыздар былай. Заработать басасыздар. Міне басқаннан кейін міне осылай шығады сіздерге. Міне төменге сәл түсесіздер. Міне осындай. Міне осы жерде, яғни ақшаңыз таба бересіз күнделікті. Міне мысалы, мына жерде заданиялар тұр. Сізге берілген міне все задания, подписки, лайк деп тұрады. Сіз мысалы все задания деген, яғни сіздің заданияларыңыз орындайтын, яғни Инстаграмда біреудің парақшасына лайк басып, подписать етіп, сол арқылы ақша таба аласыз. Яғни осы сайтта біреулер подписка жасағысы келмейді, яғни тек лайк басам дейді. Сол кезде міне мынау лайк деген тұр ғой, сол лайкты басасыздар былай. Лайк дегенді басасыздар. Сосын міне төменге жүргенде тек қана лайк басып ақша табатын осындай не шығады,
яғни лайк басып ақша табасыз, тек қана подписаться етпей, тек қана лайк баса аласыз да, солай ақша табасыз. Мысалы мен сізге как көрсетейін, міне мына бірінші тұрғанды басайын, выполнить деп тұрады, міне. Яғни қазір одан бұрын міне ана ваш заработчик деп тұр ғой, менде 12 рубль, осы бірер минут бұрын тапқан ақшамда бұл 1 рубль 6 теңге, яғни біздің Қазақстан ақшасымен рубль орыстардың жаңағындай ақшасы, яғни российский ақша. Сол мен 12 рубль таптым, яғни мына жерде бір 60-70 теңгедей таптым. Міне енді қараңыз, 12-де 55 деп тұр, 12 рубль 55 деп. Қазір мына 55 деген сан өзгереді, яғни 12-де 61 деңе өзгереді. Өйткені мен мына жерде қазір мына берілген заданияны орындаймын. Міне лайк нут пост деп тұрды, осыны басам міне біреуін. Қазір сізге міне орындап көрсетейін. Яғни осындай заданияларды орындап ақша табасыз. Міне кірді, инстаграмыңыз міндетті түрде болу керек, жаңағындай инстаграм парақшаңызда қосылып тұру керек инстаңыз. Сосын міне осындай шығады, лайк бас деп. Осындай лайк басасыз, міне шыққан осындай суреттерге. Одан кейін міне артқа қарай қайттан шығасыз, одан кейін проверить дегенді басасыз. Міне бастым, выполнить жаңа 12-де 55 еді, міне 12-де 65 болып өзгерді. Яғни ақшам бірте-бірте көтеріліп жатыр. Міне осылай орындай бересіздер, міне барлық заданияларды. Міне осындай. Осы міне соңына дейін осы орындап болсаңыз, задания бітсе, міне бұлай жоғары қарай жүресіз да, міне обновить список деп тұрады. Сол обновить спискті басасыз, бұлай обновить бассаңыз, сол кезде қайттан жаңа заданиялар осылай шығып отыра береді. Заданиялар біткен сайын міне соңына бүйтіп барғанда бітеді. Жаңағындай орындап болсаңыз біткеннен кейін осылай обновить список дегенді басып, сол арқылы заданияларды жаңартып отыра бересіз. Жаңа міне мен лайкқа кіріп көрсеттім, енді міне подписка деп тұрады. Егер подписать етіп ақша тапқыларыңыз келсе, сол подписки деген басасыздар. Енді мен бір секретін айтайын, лайктан қарағанда подпискеден жақсы ақша төленеді, себебі подписать еткен сайын жаңағындай міне көріп тұрсыздар ғой, жаңа лайкта плюс 0-де 10 рубль сондай берген, 8 рубль, жаңағыдай жартысын, рубльдің жартысын. Ал мына жерде подписать етсеңіз, міне көбірек ақша төленеді, тек 25, міне плюс 0-де 25 рубль. Яғни рубльдеріңіз көбейе береді. Лайкке қарағанда подписать етсеңіздер көп ақша ала аласыздар, яғни осылай міне орындай бересіздер осылай заданияларды. Сосын міне енді осы ақшаны қалай шығарам деген сіздерге не ой келеді, яғни сол міне ақшаны былай шығарасыздар. Міне ваш заработчик деп тұр, менде мысалға 12-де 65 рубль. Мен мына соның астында ввод средства деп тұр, міне ввод средства. Соны басасыздар, міне ақшаңыз шығараңыз келсе. Міне осылай шығады сіздерге. Бұл сайт, яғни инстаграмыңызды жаңағындай дамытуға болады бұл сайтпен, және де ютубыңызды дамытсаңыз болады, яғни просмотр, подписчик, лайк жинай аласыз, ВК-ңызға да. Сол себепті міне мен сізге как көрсететін болам. Міне на основной баланс деп тұр, міне және де на банковский карта деп тұр, на киви кошелек деп тұр, және де на Яндекс деньги, яғни ақшаларыңыз шығаратын осы жерде осындай сіздерге нелер тұрады. Яғни сіздің жаңағыдай банковский картаға ақшаңыз шығарыңыз келсе, міне на банковский карта деген басасыздар, минимум ең азы 250 рубль. 250 рубльге жеткенде сіз осы ақшаңыз шығара аласыз банк картаңызға. Яғни Каспий Голд, Халық банк, АТФ, неше түрлі банк карточкалар болады. Сол сіз банк карточкаңыздың номер счет деген жерге 12 цифрама, по идее, бір алдындағы карточкаңыздың цифрасын жазасыз, санын жазасыз. Карточка саныңыз жазасыз, жаңағыдай 12 сан ба, бір ұзақтау сан болады. Соны жазасыз карточкаңыздағы. Жазып, сосын перевести деген бассаңыз, сізге жаңа ақшаңызды аударады. Осы банк картаңызға ақшаңызды аудара аласыз. Және де на киви кошелек деп тұр, міне. Оған минимум ең азы 200 рубльге жеткенде шығара аласыз. Киви кошелектеріңіз болса, приложениесін тартып алып, соткадан номеріңіз тіркеп, киви кошелек ашып алып, соған ақшаларыңызды жіберсеңіздер де болады. Міне видеоның соңына да келіп жеттік. Менің сіздерге осылай пайдалы ақпарат бергім келеді, яғни сіздерге осы каналда, яғни күнделікті осындай пайдалы ақпараттар шығып отыратын болады. Және де сіздер міндетті түрде тіркеліп қоңыраушан басып қойыңыздар. Егер қоңыраушаны басып, жаңа тіркеліп қоңыраушан басатын болсаңыздар, сіздерге міндетті түрде менің каналымда шыққан осындай керемет пайдалы керек жаңағындай сіздерге осындай видеолар,
және де осы жұлдыздардың яғни эфирлері Instagram парақшасындағы керемет қызықты эфирлерін яғни ұсынатын боламыз бұл парақшада. Және де кавер әндер яғни салып отырамын, және де караокелер салып отыратын болам. Әр жылдың жаңа үздік хит әндерінің караокелері осы каналда болады. Каналға міндетті түрде жазылып қоңыраушан басыңыздар, сіздерге керекті ақпараттарды осылай жеткізіп отыратын болам. Өте керемет парақша, сіздерге кеңес беремін. Көп рахмет, видеоның соңына да келіп жеттік. Үлкен рахмет уақыттарыңызды бөліп осы менің видеомды қарағандарыңызға.